студенттері, бүгін сіздерге 10 минутта қалай тез таргетингпен жарнама жіберуге болатынын көрсетемін. Ең алдымен таргетингке бізге керекті нәрселер, ол баннер, сосын видео керек, және сайтқа сілтеме болу керек міндетті түрде. Бізге алдымен таргетингті бастамас бұрын jbkassauda.com-нан өзіміздің сайтымызды жасап шығайық. Мына жерге тақырып жазылған кезде тақырып міндетті түрде өзіне тарта білу керек. Тек қана мысалға біз кеше бірлесіп детская турецкая одежда деген нишаны алдық. Сосын егер де сіз тек қана детская турецкая одежда десеңіз, ол тартпайды да, өйткені ондай адамдар көп. Сол үшін сіз ниже оптовых цен десеңіз, уже қызықтырақ болады. Осы тақырыпты аламыз. Аста тақырыпша қоямыз. Тақырыпшада не маңызды? Ол қанша күнде келеді? Сосын оплатасы қалай жүреді? Сол күні наличныймен төлеу керек пе, әлде 100% предоплата жасау керек пе? Соның бәрі клиенттер үшін өте маңызды. Мысалға біз жаздық весь товар в наличии, доставка день в день, оплата после получения заказа деп. Яғни бұның бәрі адамды тартады. Екінші, мына жерге ерекшеліктерін жазып шығу керек. Бұның ерекшеліктерін бәрін қайдан білеміз? Кез келген товардың ерекшелігін білу үшін не істеу керек? Тек қана Яндекс қалу керек те, детская турецкая одежда особенности деп жазу керек, особенность кез келген заттың ерекшелігін көресі ба, мысалы, достоинство десеңіз, достоинствосы шығады. Особенность десеңіз, особенность шығады. Сол сияқты кез келген нәрсенің сипаттамасын табу үшін соны жазасыз. Мысалы, детская турецкая одежда особенности біз дедік. Мына жерде шықты. Әрқайсысын ашып көреміз де, өзімізге керек тақырып таңдап аламыз. Ішінен көрейік. Мысалы, мынандай бізге кимейді екен. Мына детская одежда. Мысалға, мына жерде 5 причин сотрудничества деп жазылып тұрды, и мына жерде жазылып тұрды безналичный расчет, мелкий оптовиктер, крупный оптовиктерде алады деген сияқты. Яғни біздің Батима апайдың бағандай оптовый бағамен сатам дегені тура осы тақырыпқа келіп тұр екен. Осы тақырыптарды ала берсек болады, қазір мына жақтардан көрейік. Мынау келмейді екен, бұнда жала саламыз. Бұл жерде де тек интернет-магазин, ештеңе жазылмаған екен, бұлардың бәрін жазсақ болады. Осы жерден 5 причин деген, яғни осы 5 керек жерін біз өзіміздің ерекшелігімізді жазып шығамыз. Сосын мына жерге іс-қимылға шақыру деген, мысалға, успей купить, сделай предоплату, или успей забронировать места, немесе закажи прямо сейчас и получи скидку деп бір ерекше болу керек, және ол іс-қимылға шақыру керек, және ол сол іс-қимылға бармаса, неден ұтылып қалатынын көрсетуіміз керек міндетті түрде. Мысалға, закажи прямо сейчас и получи скидку 30% деп жазып қойдық. Егер ол 30% қазір заказ бермесе, ол 30% жеңілдіктен айырылып қалайын деп тұр. Сол үшін ол сізге хабарласатынның вероятності үлкейеді, Сонда компанияның атауы, номер, почтаны жазасыз, және сақтау және жариялау деп басасыз. Кейінгі бетке өтейік. Ашып көрейік, сайтымыздың түрі қандай болғанын. Так, біздің бұрынғы не екен? Детская турецкая одежда мінеке. Мінеке біздің бір беттік сайтымыз. Жақсы сайтымыз дайын. Енді қазір таргетинг жасаймыз. Ең алдымен сіздер кірген кезде Facebook'тың ең бастапқы бетіне кіресіздер. Сосын мына бұрышта сұрақ белгісінің жанын көріп тұрсыздар ғой. Осы жандағы треугольникті басасыздар, үшбұрышты. Сол жерде создать страницу деп басасыздар. Осы жерден сіздің товарыңыз, сізде услуга ма, товар ма, не нәрсе екенін таңдайсыз. Мысалға, бізде товар болғаннан кейін бренд или продукт деп аламыз. Мына жерде категорияны аламыз. Категория бізге киім, киім деген бар ма, қараймыз. Одежда бренд деген, осыны аламыз. Сосын марка, название продукта дейді. Мына жерге жазайық. Турецкая одежда.
осы жерге атауын жазамыз, иә, мына жерге фотосын қояйық. Және мына жерге сурет қоямыз. Мына бүйтіп, мына үш бұрышқа апарған кезде, қазір айтайын. Бізге симей қалды, иә. Так, симей қалса, онда болмайды екен. Мына жерге көрейік. Баннеріміз симей қалды, бастапқы бетке. Онда басқа детская одежда тоғысылақ қазір. Детская, турецкая одежда, картинки. Мына екі суретті жүктеп алайық өзіміздің компьютерімізге. То есть мына жерге фотоаппараттың суретін бассаңыз, загрузить фото деген шығады. Осы жерге сіз бағана жүктеген суретті қоясыз. Неке біреуі открыть. Неке қойылды, иә. Окошкасын күйтейік. Сохранить. Сосын мына жерге обложкаға тоже сурет қоюыңыз керек. Анда бүйтіп суретті бассаң, ішінге қойылмайды, иә. Сол үшін сіздер мына неге фотоаппараттың жанына келе жатқан кезде адамның қолы шығу керек. Міне шықты, иә. Енді осы кезде басасыз. Қол шыққан кезде бассаңыз, загрузить фото деген шығады. Осы загрузить фото дейміз қазір мына жерге. Загрузки, изображение. Жоқ екен. Қазір тағы да суреттер жүктелмей қалған екен, мынаны жүктеп көрейік. Сохранить изображение как. Так, мына сақталмайды. Басқа сурет көрейік. Жақсы, қазір мына жерден Facebook'a бағанағы обложкасына тағы сурет қоямыз. Осы болады, иә. Сохранить дейміз. Болды. Енді бұл страницада басқа ештеңе жасамайсыздар. Кейін тағы да осы страницаны жасап қойдыңыз. Енді мына сұрақ белгісінің жанындағы үш бұрышқа тағы да басамыз. Енді создать рекламу дейсіздер. Создать рекламу дейміз. Сосын мына жерде ең бірінші мына лиды деген ішінде трафик деген бар. Көрдіңіздер ме? Стрелка тұр. Осыған басасыздар трафикке. Сосын мына төмен жағына мынаның атауын қоясыздар. Мысалы, турецкая одежда. Продолжить. Мына жерге тоже атауын қоясыз.
атауын жазасыз. Мына жерге сайт или мессенджер қала береді, оған тиіспейсіздер. Астына түсеміз. Астына түсеміз. Детальный таргетинг, енді бұл жерде маңызды сіздерге детальный таргетинг. Так, ең бірінші не таңдайтын едік қой? Рубль дегенді таңдайтын едік қой. Так, енді нені нетеміз? Аудиторияны таңдаймыз. Ең бірінші бетте сіздерде не шығады? Жерді таңдайсыздар, Қазақстан деп таңдайсыздар. Одан кейін рубль деген таңдайсыздар, Қазақстан деген таңдайсыздар, рубль деген таңдайсыздар, сосын Лос-Анджелес деп қала береді часовой пояс. Оған тиіспейсіздер. Мен бұрын таргет жасағаннан кейін маған ол бет шыққан жоқ. Енді сіздер мына жерге өзіңіздің аудиторияны, целевой аудиторияны таңдайсыз. Мына жерге места деген жерге, аудитория деп тұр ғой, соның ішінде места деген бар. Места дегенге местный житель деп басасыз. Егер де сіз мысалы туризммен сондаймен айналысатын болсаңыз, онда осы местаның ішіндегі путешественники, недавние посетители дегенді алатын едіңіз. Бірақ сізге қазір местный житель, яғни осы жерде тұратын адамдар, сіздің товарыңызды алатын адамдар керек. Екінші мында Қазақстан деп тұр. Енді сіз мында өзіңіздің қалаңызды жазыңыз. Мында мышка бар ма? Мышка беріңізші. Қазір 1 минут күтіп тұрыңыздар. Онда возраст таңдайсыздар, өзіңіздің қандай аудитория сізге керек, қандай жастағы адамдар керек. Мысалға турецкий одежданы қандай адамдар қандай мысалы көбінесе оптом алатын адамдар, олар анда сауда жасап жүрген адамдар, иә? Көбінесе сауда жасап жүрген адамдар мынандай сізден товарды оптом алады. Сол үшін сіздер мына жерге возрастқа таңдайсыз. Мысалға көбінесе 20-дан жоғары адамдар алады, иә? Базарда, немесе магазиндері бар адамдар, көбінесе 20-дан жоғары адамдар, 27 деп алайық. 27-ден 45-ке дейін деп алайық, иә? Біздің оптом алатын адамдар деген. 45. Көбінесе әйел адамдар алады, женщины. Сосын языкиға мында русский, казахский, иә? Русский, казахский да аламыз. Сосын детальный таргетингке мына жерге осы ең маңызды жер, осы детальный таргетинг. Анандай мына жерге Қазақстан деген жанында не тұрады? Алматы деген тұрады. Қазір менде мына жер ашпай тұр дұрыс. Анда Қазақстан деген бар ғой, место деген, сол жерге Алматы ма, қай қалаға жібересіз таргетингті, сол қаланы белгілейсіз, хорошо? Мына жерге детальный таргетинг дегенге, осы ең маңызды жер детальный таргетинг деген. Осыны просмотр деп басасыз, сосын бәрін қарап шығасыз кезек-кезек. Просмотр. Демографический интерес. Образование маңызды ма бізге? Киімді оптом алу үшін образование маңызды емес, иә? Бұл мысалы дипломны жазатын адамдарға соған керек. Поколение бұл жерде тоже маңызды емес. Мысалы, сіз компьютер сататын болсаңыз, поколение Y дегенді алатын едіңіз, олар компьютер білетін адамдар. Поколение X деген, олар бұрын СССР кезінде жүрген адамдар. Осы кісілер поколение X-қа
да бізге қазір маңызды емес. Домға кіреміз, дом, состав семьи. Бұны енді сізден, бұны сіздер мысалға қандай әйел адамдар мысалы родители алады, обязательно все родители деп алайық. Мысалға родительдер сіздің киіміңіз қай жастағы балаларға арналған. Мысалға бізде 1 жасқа дейін балалар және 8 жасқа дейінгі балалар және 1-ден 2 жасқа дейін балаларға арналған киімдер. Жоқ, бізде 8-ден емес, по-моему, бізде 3-тен 5 жасқа дейін және 0 жастан 5 жасқа дейінгі балаларға арналған бізде. Сосын мысалы готовящий стать родителями деген, мысалы сіз для беременных сонда киім сататын болсаңыз, онда осыны таңдайтын едіңіз, қазір осы сұра бересің. Бізде политика дейді. Бізге мына политиканың қажеті жоқ. Бұны жаба саламыз. Так. Родители политиканы алдық. Семейное положение. Предпочтение көреміз. Предпочтение. Көбінесе бұл бізге қажет емес. Мысалы бұл агентстволарында, свидание жасайтын агентстволар болса, осыны белгілейтін едіңіздер. Бұл бізге қазір қажеті жоқ. Семейное положение дейді. Семейное положение в браке, көбінесе. Көбінесе үйленген адамдар алады, осыны өз балаларына. Так, работаға, тоже мұнда маңызды емес, работодательдер должности, бұл маңызды емес бізге. Индустрияның ішінде. Мысалы, оптовиктер деген бар, қазір аламыз, менеджмент, продажи аламыз. Интересы. Покупки модан аламыз. Так. Интересы, косметиканы алып тастайық. Бақылса кет қалғандарды алып тастайық, аромат, косметика. Біз жетісімен интенсив болды да. Мен ұмытып қалып тұрмын ғой, сол интенсив деп айту керек едім, ұмытып қалып тұрмын. Хорошо. Жарайды, нені не істейміз, мысалы, даусың келген жоқ, әдетте. Қазір нені біліп беремін. Ұржаларға ұтып салсақ та дұрыс болар еді. Хорошо, қазір звонайыншы да базарға. Мужская одежда, обувьтерінде кетіп қалған екен, бұларды өшіп тастаймыз, өшіп тастаңыздар, өшіп қалады. Бутики, купоны, онлайн покупки. Онлайн покупка тұра берсін, купоны да өшіп тастаймыз. Предметы роскоши да өшіп тастаймыз. Торговый центрлар тұра берсін. Дисконтный магазины дейді. Тоже тұра берсін. Мысалы, олар скидкамен дейді, бұл оптовый болғаннан кейін, оларға қызықты болуы мүмкін. Аны өшіп тастаймыз. Красота. В браке детская одежда, игрушки, бутики, онлайн покупки, дұрыс келіп тұр. Просмотр, тағы демографический интерес етішінен қазір қарап шығамыз да. Поведениеға кірдік. Классификация, сезонный события, мероприятия. Қажет емес. Другие категории қажет емес. Так. Интересы. Еда и напитки, бизнес и индустрия. Так, бизнес и индустрияның ішінде нелер бар. Бизнес дегенді алайық. Осы сияқты бәрін кезек-кезек басып отырасыздар да, сіздерге келеді ау дегендерді өзіңіз белгілеп аласыз. Мысалға, сол бизнесті қарап отырып, мысалы, оптовый сатуға болады екен ғой деген адамдар болады ғой, сосын сізге хабарласады. Сол сақтылар кезек-кезек қарап отырасыз. Действия, эксприаты, другие категории. Интересы. Балалы бизнесті аламыз. Маркетинг, предпринимательствоны аламыз, Сосын ручная торговляны аламыз. Сельское хозяйство, уход, покупки и мода. Развлечения, хобби и увлечения. Текущие события, искусство и музыка. Вот қалғандар музыка дейді, путешествие дейді, бізге қатысы жоқ. Дом сатты көрейік, не бар екен? Бытовые приборы, самоделие, жоқ, бұл да бізге қажет жоқ. Онда примерно осымен
көрейік қанша аудитория болған. 510 мың потенциальный охват дейді. Примерно күніне 25 мың адамға көрсетеді. Оның ішінен 61-ден 380-ге дейін сізге мен клик басады деген сөз не тұр. Суист аудитория. Рекомендация көрейік. Мысалы, мынаның бәрін аламыз. Мысалы, свидание нені алып тастаймыз, керек емес, е? Жоқ, қателесіп кеттім. Ана исключение деген бар, тағы да исключительный және суист аудитория деген бар. Суист аудитория деген тағы да осы қызғадау деген адамдар. Біз көреміз, бұнда в отношениях, в браке, степень магистра, помолвлен, женские сумки, средние, или нет, дружба не указаны. Жоқ, бізге мынаның ішінде қажет, бізге керек нәрсе жоқ екен, е? Исключить людей дегенді алайық. Исключить людей деген осы адамдар кірмей көріп ішіне деген сияқты. Примерно бағанағы біз таңдадық қой, бұның ішіне мысалға айтасыз, маған нелер образование қажет жоқ, мысалы образование айналысатындар қажет жоқ деген сияқты ше. Уровень образования мысалы докторская степендер қажет емес деген сияқты, допустим, қойсаңыз болады. Бізде бұның қажеті жоқ қазір. Далее добавить тип связи. Бұл тұра береді. Потом сохранить эту аудиторию дейміз. Бірінші тексеріп шығамыз, бәрі дұрыс па, дұрыс емес па. Так, мен қалаларым әлі дұрыс болмайды мына жерде. Месиполавка. Қазір менде Қазақстан деп тұр мында. И Қазақстанның мынанда бір қалам белгілейін десем, картама мешать етіп отыр. В общем, мында менде Қазақстан деп тұр. Мен Қазақстанның барлық қаласына барады. Мен Қазақстан таңдалып тұр. Қазақстанның барлық қаласына менің таргетингім барады. Егер сіз белгілі қаланы таңдағыларыңыз келсе, бағанағы жерге мында аудитория деген астында, бағанағы картаның астында сізде не тұрады? Алматы, Урал деп мысалы жаза аласыз. Талдықорған деп өзіңіздің қалаңызға жіберсеңіз болады. Аудиториямызды бір қарап шығамыз. Бәрі дұрыс па? Бизнеспен айналысатын адамдар, брактағы адамдар, баласы бар адамдар, продажа, бутиктары бар адамдар және интернетте сатып алатын адамдар осы сіздің рекламаңызды көретін болады. Сохранить эту аудиторию деп басамыз. Бәрі дұрыс па көреміз, сохранить дейміз. Далее бізге мына жерге бюджет қойыңдар дейді. Күніне 400 рубль деп қойыпты. Біз рубльмен төлейік, қазір көрейік. Мына бір күндегі сіздің расходыңыз, е? Мысалы, күніне біз 20 рубль деп есептесек. 20 рубль деп есептесек, сосын непрерывно показывать дегенде емес, установить даты начала окончания дегенді қойымыз. Мысалы, 20 рубль қойылмайды екен. Мұнда 50 рубльдан не өз жазып тұр, 50 рубльдан кем қоймаңыз деп тұр. Хорошо. Онда аламыз да? 55 рубль деп жазамыз. Сағат 3-ке Қай жаққа? Менеджер 55 рубль деп жаздық, ол қабылдады. Енді сіз 3 күнге деп қоясыз. 3 күнге, мысалы, начало бүгін 12-сі. 12-сі және біз соңғы күнін 15 күнге деп қоямыз, 3 күнге. Сосын мына жердегі уақыт, ол бағанағы Американың уақыты бойынша жүретін болады. Яғни қазір не үшін реклама жүрмей жатыр деп паника жасамаңыздар, е? Өзінің уақыты бар. Сол уақыт бойынша, Лос-Анджелестің уақыты бойынша кетеді рекламаңыз. Сосын мында 1800. Так, мен 6 айдан таңдап жүрмін қазір. Майдың 15-і деп таңдайық. 3 күнге деп қана көрейік, просто реклама
үшін 165 рубль шығарасыз дедік. Жақсы, продолжить деп басам. Мында ең маңызды нәрселер тағы да сурет, иә, сосын видео болса видео. Мысалға сіздердің топта 16 шағында мысалға Талғат ағалар бампер болып жасады, иә, ол кісілер видео деп, видеоны бана бір нені қоймай, егер видео қойса таргетниктер жақсы өтеді. Мысалы біз одно изображение таңдайық, осы жерге өзіміздің баннерімізді қоя салсақ болады. Қазір рабочий столда тұр біздің баннер. Рабочий стол, детская мыналық. Сурет міндетті түрде өте сапалы болу керек, себебі сіздің суретіңіз тартпаса, ол рекламаңыз жүрмейді. Құр еңбегіңіз құр кетті деген сөз. Бана Шымкент па? так. Қазір кішкене зависит етіп тұра тұрсын. Мен алып欢迎乘坐萨马特。Так, кішкене зависит етіп қалды. Сіз ескертсеңіз кішкене қысқартып, екі ғой. Ақмарал ескертсеңізші. Сағат 3-ке келемін жолда. Екі болса артында. Келіп отырмын ескертіңіз, келетін шығар. Есть уақыт алады. Изображение. Ақылбек осынша адам жиналыпты да, сәлем сөйлесе берші, чат ашып қанша адам келіп қатыса алады екен жалпы да, қаладан қаншасы бар, әлі де келетіндер бар бір апта бойы. Осы жөнінде понедельник сөйлесіп көрем, возможность бар да, может жаңағы офистағы балаларымыз. Сіз онымен не істеңіз, неше ауданнан, неше қаладан келіп қатыса алады, қаладан мен офистадан келсе қатыса алады бізге.
біз бағында жаздық қой, турецкая одежда, детская турецкая одежда оптом деп, осыны заголовокқа жазамыз. Детская турецкая одежда, ниже оптовых цен деп жазып қояйық. Сосын мына жерге текстқа мында біреуін алайық. Sen saat 3'te olmaz. 3'te koy ya. Оны аламыз да копировать етіп. Я про киндер деген сөз өшіп жасаймыз. Призыв к действию дегенде, мысалға, рекламаның астында скачать деген, мысалы, бір кітап жүктесе, скачать деген болатын еді, мысалы, скачать, связаться с нами, меню, магазин деп тұрады. Біз подробнее дегенде тұра берсін. Сосын расширенный ножке описание ссылки в ленте новостей деген, мысалға, инстаграмда хэштег тұрады, енді төмен жағында. Ол сияқты. Мысалға, мында жазамыз турецкая одежда. Турецкая одежда. Потом одежда оптом деп, оптом. Потом детская одежда деген етіміз. Қазір интернет кішкене нашарлау болғаннан кейін дұрыс нетпей жатыр, көрсетпей жатыр, кешірім сұраймын. Сіз мұнда сілтемесін қою керек емес. Осы сияқты барлығына жазып шығасыздар. Баны қазір көрсін, көрейік, примерно қалай болатын. Ашылсын. Баннердің бізде суреті дұрыс болмай тұр, менің ойымша. Қазір басқа сурет жүктеп көрейік, иә? Бірақ мына біздің қойған суреттің негізі размері келіп тұр. 1200-де 628-ден кем болмау керек дейді бізге. 1280-де 931. Тақырып міндетті түрде срокты қою керек. Детская турецкая одежда ниже оптовых цен до 1 июня десе. Мысалы, уже адамдар асхатта сізге тезірек заказ беруге тырысады. А егерде сізде мысалы тек қана ниже оптовых цен десе, анда бүгін емес ертең алсаң болады екен ғой, бір айдан кейін алсаң болады екен ғой дейді, ол асықпайды да, сізге звондамайды. Сол үшін сондай секреттерді тоже біле жүріңіздер.
қанша Кім көрдік? шақырған? Кіммен сөйлестің? Түбіндегілер жігіт осы 220 километр алып қалған. Су алып келіп көріп астына түсу көрсі? Апарасы? Астына алып кетесі? Ол жерге апарып қойдым. Осы жерде сұрап көрдік та алам екен алмаймын деген. Аласың ба алмайсың ба? Білмейміз. Мұқал астында еді. Сыпайылық сөйлеген. Суреттерде не бар? Турецкая одежда деп, бірақ орыстар отырса, ол біртүрлі болып қалатын сияқты, иә, онда? Неге реклама көрсетіп жатыр? Маған қандай көресің? Өзі ма? Мына жерде рекламаны заранее бізге көрсетпей жатыр. Көрейік, разместить заказ деп қателік жоқ па екен? Укажите изображение для показа с этими клеем. Изображение жүктелмей жатыр. Енді мына жерде советы деген тағы мынандай жаңа функциялар шыққан екен. Ештеңкесін тиіспей қояйық. Енді мына жерге біз осының алдында мен өзім карточка номерін енгізгендіктен менен карточка номерін сұрап тұрған жоқ. Бірақ та сіздер енгізген кезде сізде карточка номерін сұрайды. Егер де сізде карточкаңызда ақша кеткенін қаламасаңыз, мына жерде бүйтіп оф деп баса саласыз тек қана. Түсінікті ма? Егер де сіз рекламаңызды қосам десеңіз, онда бүйтіп тағы да он деп баса саласыз. Болды. Осы жерден сіз өзіңіз жарнамаңыздың қолын бақылап отыра аласыз. Мына жерде қазір примерно көрейік. Жарнамамызды көрсем екен, қалай болып тұр екен. Сосын қарайық. Бұған өзгертем десеңіздер, осы жерге ручканың суретін басып, жарнамаңызды өзгерте аласыз. Менде кішкене интернет әлсіздеу болғандықтан суретте көрсетпей тұр, бірақ қалған жерінің бәрі дұрыс. Уақыттарыңызды бөлгендеріңізге үлкен рахмет. Тар кезеңді түсіндірме